Айтайын, мысалға сенің миллиондаған досың бар. Миллиондаған досың бар. А сен өзің ішіңнен ойлап жүрсің, о, я достойный пацан, анау мынау, значит, четко жүрген жігіт екен ғой дейсің. А на самом деле, сен жаңа миллиондаған досың, сен бір азапқа түсіп қалсаң, Алла сақтасын. Сен қасына ешкім жоламайды. Сенен тек пайда керек та. Значит, сенде либо ақша бар, либо сен погонда жүрген адамсың, либо прокурор, адвокат, әйтеуір бір влиятельный адамсың. Мысалға, дастарханның үстінде отыр дейік. Прокурор, адвокат, бизнесмен, бай отыр, ақшасы бар. Мажор дейміз ғой қазіргі заманда. И қасында бір, мысалы, қой бағатын бір жігіт отыр. Ауылдан келген туысқан. Аналар отырып, мысалы, сен отырып, қойшының номер телефонын алмайсың ғой. Сен прокурордікі, бизнесмендікі, солармен, братан, хабарласамыз, если что, болашақта бір проблемалар болса, Алла сақтасын. А қойшының сен, что толку оның номерін алған? Қандай толку одан? Солай да қазір солай. Одан кейін сен жаңағы, сенен пайда бар, значит, сенде ақша бар. Примеру, сенде ақша бар, сенен пайда бар, бітті қасында үймелеп жүреді бүйтіп, да, шакалдар. Үймелеп жүреді да, сен постоянно мақтауға үйреніп қалған адамсың. Мен келем да, мен өзім жеке өзім бетке айта салатын адаммын. Мен шындықты айта салатын адаммын. Маған ренжи ма ол адам, ренжімей ма? Мен сол үшін достарым жоқ та. Мен шындықты айтып құрайым да, всегда. И бетке айтып жіберем да. И сол кезде мен бетке айтып жіберем, мысалы, анаған. Ана шакалдардың жаңа мақтағанына үйреніп қалған ғой. И келесіде олар мен ол дастарханға шақырмайды да уже. О жерге бірге тартқылары келмейді да. Неге? Потому что мыналар бүйтіп жалап отқан кезде, сен аласында балтамен шақ еткізіп тілдерін кесіп жібересің, бітті. Сол ұнамайды да адамға. Міне осылай достық деген. Сол үшін менде бірдей дос жоқ. Үлгілеріңізге келсе.